Қайырлы күн, балалар. Бүгін біз математика пәнінен сандар мен амалдарды орындау есептер бөлімі бойынша екінші жиынтық бағалауды жазамыз. Балалар, біздің бүгінгі бөлімшеміз сандар мен амалдар орындау, санды және әріпті өрнектер, есептер және математикалық модель болып табылады. Ал бүгінгі оқу мақсатымыз бір таңбалы сандарды ондықтан аттап қосу және азайтуды орындау, 2-3 амалды жақшалы және жақсысыз өрнектерде арифметикалық амалдардың орындалу тәртібін анықтау, олардың мәнін табу. Барлық арифметикалық амалдарға берілген жай есептерді шешуін санды өрнектер және теңдеулер түрінде модельдеу болады. Ал балалар, біздің бүгінгі бағалау критерийіміз бір таңбалы сандарды ондықтан аттап қосады және азайтады. Жақшалы, жақшасыз өрнектердегі амалдардың орындалу тәртібін анықтайды және өрнектің мәнін табады. Мәтіндік есептерді шығарады. Ал енді ойлау дағдыларының деңгейі болса, білу және түсіну қолдану болады. Балалар, біздерге орындауға берілген уақыт 15 минут. Ал ендеше бастадық. Бірінші тапсырма. Өрнектерді сәйкес мәнімен байланыстырып сыз. Яғни, балалар, өткен сабақтарды біз есімізге түсіреміз. 8 пен 6 санының қосындысының мәні ішіге тең болуы мүмкін. Бізде төменде 3 сан берілген. 13, 14, 15. Келесі 13 пен 7-нің айырмасының мәні қаншаға тең болуы мүмкін? 6, 8, 7 деген сандар берілген. Міне, біз осы өрнектерді сәйкес мәнмен байланыстырып сызуымыз қажет, балалар. Балалар, мен сендерге ойлануға уақыт беремін. Балалар, ойланып болған болсаңдар, қанекей тексеріп көрейін. Яғни 8 пен 6 санының қосындысының мәні 14-ке тең. Ал 13 пен 7 санының айырмасы 6-ға тең екен. Балалар, сендерді дәл осылай тапты деп ойлаймын. Жарайсыңдар. Келесі тапсырма. Балалар, амалдардың орындалу ретін көрсетеміз және өрнектің мәнін табамыз. Бізде берілген қандай сандар? 100 азайту, жақша ішінде 15, қосу 10, 45, жақша жабылған тең деген өрнек берілген екен. Енді біз осы өрнектің орындалу амалдарының ретін көрсетуіміз қажет. Мен сендерге ойлану үшін уақыт беремін. Жақсы, балалар, ойланып болған болсаңдар, тексеріп көрейік. Яғни, біз есімізге түсіретін болсақ, ең бірінші амалдарды орындағанда жақша ішіндегі өрнекті мәнін табамыз. Одан кейін жақша сыртындағы өрнектің мәнін табатын боламыз. Яғни, 15 пен 45-тің қосындысының мәнін 100-ге азайтамыз. Міне сол санды біз жазатын боламыз, балалар. Балалар, сендерді дәл осылай тапты деген ойдамын. Жарайсыңдар. Келесі, 3-ші тапсырмаға назар аударайық. Есепті шығар деді. Жанардың 54 ашық қаты бар еді. Ол 20 ашық қатын әселге сыйлады. Жанарда қанша ашық қат қалды деді. Балалар, біз бұл есепті шығару үшін біз есептің шартын немесе сызбасын жазуымыз қажет, балалар.
егер біз сызбасын сызатын болсақ, сызба арқылы табамыз. Ал егер шартын жазатын болсақ, онда бар еді 54 ашық қағаз, сыйлады 20 ашық қағаз. Қалды қанша ашық қағаз деп біз есептің шартын құрамыз. Және есептің жауабы қандай болады? Демек, 54 ашық қағаздан 20 ашық қағазды азайтамыз. Яғни 54 пен 20 санының айырмасы ол қаншаға тең болады? 34-ке тең болады. Балалар, біз осылай жазып, есепті шығарамыз. Әрине, сендерді дәл осылай шығарды деген ойдамын. Жарайсыңдар. Балалар, енді осы бүгінгі біз жиынтық бағалауымыздың тапсырмаларын және балдарын тексеріп көрейік. Біз бүгін бірінші тапсырмада 2 балл жинауымыз қажет. Яғни, ондықтан аттап орындау арқылы бір таңбалы сандардың қосындысының мәнін табамыз және айырмасының мәнін табамыз. Ал екінші тапсырма бойынша біз 3 балл жинауымыз қажет. Яғни, жақшалы өрнекті амалдарды орындау ретін анықтаймыз және бірінші қосындының мәнін табамыз, айырманың мәнін табамыз. Міне біз осылай 3 балл жинаймыз. Ал үшінші тапсырма бойынша біз 4 балл жинауымыз қажет екен. Яғни, есептің қысқаша шартын жазамыз, немесе сызбасын сызамыз. Және есепті шешу амалын таңдап өрнек құрамыз, өрнектің мәнін табамыз және есептің жауабын жазады екенбіз. Сөйтіп барлығы біз бүгінгі сабақта 9 балл жинауымыз қажет екен. Балалар, осымен біздің бүгінгі жиынтық бағалауымыз аяқталады. Келесі кездескенше сау болыңдар.